Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Өрт құрсауында қалған қостанайлықтарға еліміздің барлық өңірінен гуманитарлық көмек жіберіліп жатыр. Екібастұздықтар да бұл игістен қалыс қалмады. Зардап шеккен тұрғындарға ең қажет заттарды жинауды Екібастұзда ерікті Александр Гейгер алғашқылардың бірі болып қолға алып, басқалары қостаған. Мы волонтеры. Біз Павлодарская көшесі 10 мекен жайы бойынша гуманитарлық көмек жинап жатқандығымыз жайлы жариялаған болатынбыз. Халық бірден белсенділік танытты. 2 күннің ішінде екібастұздықтар киім-кешек, азық-түлік пен гигиеналық заттар, күнделікті тұрмысқа ең қажетті дүниелер әкелді. Бүгін міне алғашқы 2 жүк көлігіне тиелген гуманитарлық көмекті Қостанайға жөнелтетін боламыз. Өңір тұрғындары өрттен зардап шеккендерге қолында барын әкеп жатыр. Бүгінде Қостанайға жіберілген киім-кешек қоры толық. На данный момент я с ребятами из Костанайской области, с волонтерами я на связи. Қазіргі таңда мен Қостанайдағы еріктілермен үнемі хабардамын. Олар киім-кешек жинауды ендігі кезекте тоқтата тұрыңдар деген болатын. Себебі ондағы 3 қойма қазіргі күнде киім-кешекке лық толы. Қостанай облысына біздің жүк тиелген көлігіміз жеткен соң бізге нақты тағы не қажет екенін айтатын болады. Сол жақтан хабар күтеміз. Игі шара жалғасын табады және оған кез келген тұрғын ат салады. Тек гуманитарлық көмек емес, екібастұздық еріктілер Қостанайға барып қолма-қол көмек көрсетуге де дайын.